Сәлематсыздар ма оқушылар? Сольфеджио сабағы, бірінші сынып, сабақтың тақырыбы ре мажор тональдігі. Тема сегодняшнего урока – тональность ре мажор. Ре мажор тональдік кілттің басында екі таңба болады. Ол фа диез бен до диез. Тональности ре мажор при ключе имеется два ключевых знака фа диез и до диез. Сіздердің алдарыңызда 6 вокалды интонациялық жаттығу. Олар гамма кейпінде. Перед вами 6 вокально-интонационных упражнений в виде гаммы. Все они ре мажорные гаммы. Бұл жаттығулар 3-4 өлшемде жазылған. Данное упражнение написано в размере 3/4. Қазір сіздерге 3-4 өлшемде қалай қолды сермеу керек екенін схемасын көрсетемін. Сейчас я покажу схему дирижирования в размере 3/4. Қолды сермеңізде 3 нүктені көрсетеміз. Жер, ол бірінші нүкте. Екінші нүкте ол иықтан оңға қарай, сыртқа. Дала, аспан. Жер, дала, аспан. Значит, земля, потом в сторону плечи, поле, небо. Земля, поле, небо. Кәнекей, ре мажорға күйге келейік. Давайте настроимся в ре мажор. Ре, ми, фа диез, соль, ля, си, до диез, ре. Бірінші жаттығу. Бір такт бос жібереміз. Один такт пустой. Жер, дала, аспан. Ре, ми, фа диез, соль, ля, си, до диез, си, до диез, ре, до диез, си, ля, соль, фа диез, ми, ре. Екінші жаттығу, второе упражнение. Здесь мы видим половинной с точкой, жартылық нүктемен. Такую длительность мы тянем на 3 счета. 3 санаққа дейін созу қажет. Екінші жаттығу. Ре, ми, фа диез, соль, соль, фа диез, соль, ля, соль, ля, си, ля, си, до диез, ре. Үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда бізде 8-тер тобы пайда болды. Мы видим, новая группа появилась, 8-я, да, группа 8-х. Она в виде вот такой вот объединенной ребрами 2 ноты. Қабырға біріккен 2 нотаның көрінісін білдіреді. В этом случае на один взмах мы проговариваем 2 ноты. Бір сермеуге 2 нотаны оқу керек. Бір такт бос жет. Бұл жерде, яғни тағы да айта кететінім, фа диез бен до диезді оқып жатқан сәтте айтудың қажеті жоқ, өйткені 8-тер деген ол өте шапшаң. В данном упражнении можно не проговаривать фа диез, до диез, так как есть группа 8-х, они очень быстрые. Ре, ре, ми, фа, 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 соль, ля, си, до, си, до, ре, до, си, ля, соль, соль, фа, ми, фа, ми, ре. Төртінші жаттығу. Ол да ұқсайды жаңа үшінші жаттығуға, бірақ 8-тер тобы екеу, әр тактте 2 топтан. В данном упражнении 4-м группа 8-х, в каждом такте по 2 группы. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, ре, до, си, ля, соль, фа, соль, фа, ми, ре, ре. Бесінші жаттығуда, в 5-м упражнении мы видим вот такие знаки. Это паузы. Данная пауза равна такой четвертной ноте по длине.
Бесінші жаттығуда біз үнсіздік белгілері, паузаларды көріп тұрмыз. Бұл пауза төрттік ұзақтыққа тең үнсіздік белгісі. Когда мы будем читать паузу, проговариваем шепотом слогом па, па, па. Біз оқыған кезде мына кідіріс белгілерін қысқа ғана ақырын дауыспен па буынымен айтамыз. Па, па, па деп. Ре, кешіресіздер. 1, 2, 3. Ре, ми, фа, па. Фа, соль, ля, па. Ля, си, до, па. Ре, до, ре, па. Ре, до, си, па. Ля, соль, фа, па. Фа, ми, ре, па. Ре, ми, ре, па. 6-шы жаттығуда мынандай жаңадан белгілі пайда болды. Бұл 8-дік үнсіздік белгісі. Бұл да пауза. 8-дік ұзақтыққа тең. Данном упражнении мы увидим новые знаки. Это тоже знак молчания паузы, равное 8-й ноте. Тоже проговариваем коротким слогом па. Bir, екі, үш. Ре, ми, па, фа, соль, па, ля, си, па, до, ре, па, ре, до, па, си, ля, па, соль, фа, ми, ре, па. Жақсы оқушылар, сабақты мұқият тыңдағандарыңыз болса, осы мен секілді 6 жаттығуды үйде орындаңыздар. Қолдың сермеуімен бірге орындауыңыз қажет. Жақсы орындаған шақта оны видео түсіріп, маған WhatsApp бойынша жекеме видеоны жіберіңіздер, мен тыңдап бағалаймын сіздерді. Сабақты мұқият тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.